Сәлеметсіздер. Мен Зеренді аудандық сотының төрағасы Хасенов Қайрат Қайыркенұлы. Сіздердің назарларыңызға жер заңнамасы бойынша түсіндірме ұсынамын. Қазақ халқы өткен ғасырдың соңында егемендікке қол жеткізген соң мемлекетімізде жер қатынастарын реттеу жөнінде Қазақстан Республикасы президентінің жер туралы 1995 жылғы 22 желтоқсандағы заңды күші бар жарлығы шықты. Жаңа жер кодексі негізінде Қазақстан Республикасында жер мемлекеттік меншікте болады. Жер учаскелері осы кодексте белгіленген негіздерде, шарттар мен шектерде жеке меншікте де болуы мүмкін. Жердің пайдалану мен қорғалуына мемлекеттік бақылауды орталық уәкілетті орган, аумақтық бөлімшелер және өзге де мемлекеттік органдар өздерінің құзыреті шегінде жүзеге асырады. Еліміздің қолданыстағы заңнамасында жер құқық бұзушылығы ұғымының нақты анықтамасы жоқ. Алайда жалпы ереже бойынша жер құқық бұзушылығы деп Қазақстан Республикасының Конституциясында және өзге де заңнамада белгіленген жер құрылысына жерді басқару мен пайдалану, оны қорғау тәртібіне қарсы, сондай-ақ заңды тұлғалар мен азаматтардың жер құқықтары мен мүдделеріне қарсы бағытталған құқыққа қарсы іс-әрекет деп түсінген жөн. Ағымдағы жылда Зеренді аудандық сотымен жердің пайдалану мен қорғалуын бақылауға арналған мемлекеттік мекемесінің Зеренді ауданында орналасқан бірқатар субъектілеріне қатысты жер учаскелерін жалдау шарттарын жарамсыз деп тану туралы азаматтық ісі қаралған. Мәселен, жер кодексінің 50-ші бабына сәйкес азаматтар мен заңды тұлғаларға ауыл шаруашылығына жатпайтын мақсаттар үшін берілетін жер учаскелерінің мөлшері жер заңнамасында белгіленген тәртіппен қызметтік осы түрлері үшін жер бөлу нормалары бойынша не сәулет, қала құрылысы және құрылыс құжаттамасына сәйкес айқындалады. Жер учаскесі Қазақстан Республикасының азаматтарына жеке меншікке тиісті мөлшерде тегін беріледі. Көрсетілген мақсаттар үшін жер учаскелерін қайтадан тегін беруге жол берілмейді. Жоғарыда аталған нормалардан жер заңнамасы заңды тұлғалардың саяжай құрылысына жер учаскелерін беру құқығын жоққа шығарады. Осылайша саяжай құрылысы үшін жер учаскесін жеке меншікке беру жоғарыда көрсетілген заңнама талаптарын бұза отырып жүзеге асырылды. Мәселен, жер кодексінің 22-ші бабының 2-ші тармағына сәйкес меншік құқығын беру және оның ауысу жер учаскесінің нысаналы мақсаты ескеріле отырып жүзеге асырылуға тиісті. Кодекстің 33-ші бабына сәйкес жер пайдаланушылардың жер пайдалану құқығын иеліктен шығару және беру кезінде жер учаскесінің нысаналы мақсатын өз бетінше өзгертуге құқығы жоқ. Істі қарау кезінде жер учаскесінің меншік иесі мәміле жасалған кезде иеліктен шығарылатын жер учаскесіне қатысты нысаналы мақсатын өзгертпегені анықталды. Аудан әкімдігі нысаналы мақсатын өзгерту туралы шешім қабылдаған жоқ. Осылайша сатып алу-сату шартында коттедж құрылысы бөлігіндегі жер учаскесінің нысаналы мақсаты негізсіз көрсетілген. Алайда көрсетілген сәйкессіздіктерді назарға алмай, осы шарт кейін әділет басқармасында тіркелген. Сонымен осы азаматтық істі сот қарап, жер саласындағы заң бұзушылықтарын анықтап, аталған субъектілердің арасындағы жасалған жер учаскелерін сатып алу-сату шарттарын жарамсыз деп таныды. Осымен баяндама аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.